1911 жылы поляр зерттеушілері Австралия геологы Гриффит Тейлор ашқан Антарктиданың Тейлор тұздығының белгілі жерінде мұз қуысынан бір мезгілде қанды сарқырама ағады. Бұл сарқыраманың суында екі валентті темір бар. Ол атмосфералық ауамен тотығып, темір қағын түзеді. Осы жағдайда сарқырамаға қызыл түс береді. Бірақ екі валентті темір суда өздігінен пайда болмайды. Гарвард университетінің Джейл Маккуки бастаған ғалымдары бұл құбылысты зерттеді. Алғашқыда ғалымдар тұзды суға қызыл түс беріп тұрған қызыл күрең түсті балдырлардың көп мөлшерде болуынан деп болжады. Зерттеу нәтижесінде мұз астында жабық табиғи резервуарда тірі микроағзалар тіршілік ететіндігі анықталды. Бұл резервуардың жасы 2 миллион жылға жоқ екені ғылыми түрде анықталды. Мұздықтың астындағы резервуар ауқытша капсула болып табылады. Ол өзі бір экожүйені құрайды. Жер астындағы 400 метр қалың мұз астындағы көлде тіршілік еткен микроағзалар оттексіз, жарықсыз, жылусыз жағдайда өсіп өніп сақталған. Олар тіршілікке қажетті энергияны суда еріген сульфаттардың сульфиттерге тотықсыздандыруынан және ары қарай су асты грунтынан келетін темірдің үш валентті ионы арқылы тотығу процесі арқылы алатыны анықталды. Судың тұздылығы жоғары, сондықтан минус 10 градуста қатпайды.